Ашы жас араласқан ана сүті. Бақытбек Бәмішұлы. Жалғасы. Арғы бетте өз елі. Алайда арғы бет деген бір аждаһа пайда болды. Арғы бет деген сөздің елді үрейлендіргені сондай. Арғы бет десе бесіктегі бала шошып оянып, жылаған бала уанатын. Саясаттың қылмайтыны бар ма? Бір жастықтан бастау алған екі өзен. Бір тау, бір елді жотасынан таспа тілгендей бір сызықпен бөліп, ар жақ бер жақ атап, жарып, бір-біріне жат қылып тастағаны болмаса бір атаның балалары. Қалың қазақтың іші. Пана іздеп барғанда суық жүзін сыртына салмас деп бел байлағанды. Алайда қабақ атының басын кері бұрды. Атының басын кері елге бұрғанда өзін өкшелей қуған жауынан құтыламын деп бұрған жоқ. Өлетінін білді де, тірі болсам туған топырағыма оралармын деген ниетінің жібермей тартып тұрғанын сезді. Қуғыншылар қабақтан көз жазып қалды. Жарғабақтың астына қарай түскендей болып еді, олар Аққорымды айналып жеткенше жер жұтты ма жоқ болды. Қаңқабай ентігіп жеткенде ақ кісі маңдай тері тамшылап, алтын ерді атына асығыс бөктеріп жатты. Алдында оққа ұшқан қарасүмек қарагер ат жатыр серейіп. Жануардың жазығы не? Оспадар сайқалдың оғына ілінді. Қаншама жазықсыздар қосақ арасында босқа кетті. Қаңқабай ақ кісіге тебітіп кеп, не тұрыс? Қашқын қайда? Деді қамшысын білеп. Ерін алып жатырмын. Ер, дұшпаннан түк тартсаң да олжа. Ыңыршақ ерттеп жүредім. Ел ішіндегі ұста зергерлер ісінің барлығына тыйым салынып, туа бітті кәсібін тығылып, жасырып, жасап, қаншама адам спекулянт, алып сатар, алаяқ атанып сотталып кетті. Қазір ер шаппақ түгіл етік жамағаннан жасқанатын. Артын ойламайтын ақ кісі ойына не келсе соны айта салатын аңғалдығы да бар еді. Қазір ер шабатын ерде қалмады ғой қақа деп қалды. Жап аузыңды, аузыңа келгеніңді абаламай, деп ақыра сөйлеген Қаңқабай андағы ер тоқымды үкіметке тапсыр, деді де болдырған атын борбайға осып, шаужайлап, тебініп, бұрылып жүріп кетті. Қабақ оқ тиіп, омақаса жығылып тұрып, оққа қарысып, оқтың өтіне қарай жүрер қайсар қайуан жыртқышша, өзін өкшелей қуғандарға қарсы бағытқа жүріп барып, бір терең жыраның ішімен кетті. Ал қуғыншылар ол кері айналып, сайдың ішімен құлдилап, өздеріне бетпе-бет шығып, төмендегі жалпақ қарағайдың ішіне барып тығылмақ болады деп ойлаған жоқ. Жаңсақ жасалған болжам бұрыш жолға бастайды. Ізді көлеңке жасырады. Қуғыншылар қабақ тығылып қалуы мүмкін таса, далда жерлерді түгелімен ойлы шұңқыр тастың қуысы болымсыз үңгір, жыра жықпыл бұта бүргеннің арасы, сай-саланың бәрін тінтіп, бар уақыттарын өткізіп алды. Түк те таппады. Қабақтың жүрісі баяулап, жарғабақ астынан қиялай салған жолмен қапталдап, өзенді жиектей сол жағындағы қызыл таулар етегіндегі бейіттің тұсынан шықты. Бұл кезде күн кешкіріп, төңіректі түгел көлеңке басып, ымырт үйірілген. Айдың бозаң жарығы әр нәрсеге жан бітіріп, үйге қарай өз еркімен бет алған қарагер ат жүрісі қоюлағанымен ояу, елеңдеулі. Қабақ болса әлсін-әлсін біресе оңға, біресе солға теңселіп келеді. Құтты Масұраңқай сияқты. Масұраңқай жайлауда өстіп ат үстінде тербеліп келе жататын. Қабақ бейіт басына келгенін сезді. Біздің ауылдың бейіті ғой. 77 атамның басы қосылған жер. Қалың аруақтар, өңкей ері адамдар күтіп тұр екен. Келдің бе қарағым? Кел Қабақ. Енді саған бұл қоғам қонақ болмайды. Ел тізгінін сен ұстайма деп қалдырып едік, тыныштық бермеді. Тұқымыңды тұздай құртамын дейме? Ха-ха-ха, кел. Мынаны қайтемін. Қабақ қойнындағы баланы көрсетті. Таста. Ол басқа өмірдің баласы. Ертеме кешпе сен іздеп табатын сол болады. Басыңа белгі тұрғызады. Шапағатшы болсын. Жоқ, шырақ жағып жүргендер, құман ұстап жүгіргендер жетеді. Көрмейсің бе? Әне, мыналар бала күнінде осылармен ойнаушы едің ғой. Ақ желеңді аруақтардың етегіне оралған ұсақ-ұсақ тыр жалаңаш шәбилер құжынап асыр салады. Ләззатты қайтемін. Қабақ ләззатты деген күңіренген дауысты ап-анық естіді де, есінен танып, қарагер аттың мінер жағына қарай салақтап ауып бара жатты. Ат Қабақ ауған жаққа жүрді. Бірақ ол аттың жалын құша мойнына қарай еңкейе берді. Жануар Қабақтың қайта түзелмесін сезді.
Ақ иесін ақырын жығылсын дегендей мінер жақ алдыңғы аяғын иіп тоқтай қалып, сол мезет топ етіп құлап түскен үшеуіне бұрылып қарап басын изектетіп сәл кідіріп тұрды да мойны салбыраған күйі баяу жылжып кете барды. Тасырлатып тобымен жеткендер апыр-тұпыр түсе қалысты. Ләззат қабақтың белдігінен саусақтарын өткізе мықтап ұстаған екен, қарысып қатып қапты. Қарысып қалған қолды белбаудан ажырата алмаған ақ кісілер әуелі қабақтың белбауын шешті. Содан соң Ләззатты дырылдата сүйреп оңаша апарып, белбаудан саусақтарын әзер ажыратты. Денесі суымапты деп дауыстады біреу қабақтың мүрдесін ары-бері ырғап, қозғап. Тірі болмасын. Жоқ, өліп қапты. Әй, мынаның қойнында бала бар ғой. Бала дейді, бала. Тірі ме екен? Жып-жылы. Онда тірі. Ойбай, тірі екен. Құдай сақтай көр. Ақ кісі бала жан адам еді. Өліп жатқан қабақтың құшағынан сәбиді суырып алды. Қаңқабай аттан түсіп жеткенше шапшаң қимылдап, анадайда бір бейіт түбінде шошайған Ләззаттың алдына апарып салды. Меңірейіп отырған Ләззат алдындағы балаға үдірейіп, бейне бөтен бір нәрсе көргендей ұзақ қарап отырды. Мұны байқаған ақ кісі қасындағыларға естірте: "Ей қатын", деді де жүгіре басып Ләззатқа жетіп келіп, "Еміз андағы баланы. Сілейіп отырмай сілесі қатып қапты", деп айта сап, көр қазып жатқандарға қарай жүгірді. Ләззат селк етіп оянғандай болып, баланы бауырына тартып, маңдайынан иіскеп мекіренді. Бойы шымырлап, омырауына сүт толғандай болып исінді. Баласын қыса құшып, кимешегінің етегін көтеріп, омырауын ай жарығынан тасалай, емшегін аузына салды. Сілесі әбден қатып қалған сәби біраз уақыт аузына итермелеп салған емшек дем алмай, тамған сүтті езуінен ағызып жатып, бір мезетте шопылдатып сора бастады. "Айналайын, айналайын-ай", Ләззат екі көзін тас жұмды. Екі көзін тас жұмғанда іштен қайнап шыққан ыстық жасы жыртық үйдің үзігінен өткен нөсердің суындай сорғалады. Жан жүйесі жібіп, арқасын бейітке сүйеп шалқалай көсілді. Бейкүнә сәби не сезсін? Анасының ызамен кек қатқан ашы жасымен араласқан ақ сүтін бойына сіңіріп жатыр. Қазанның қарашаға ұласар қара желі қақсай соқты. Беті түсіп кеткен ескі бейіттің шұңқырын тырмалап ойған сыңай танытып, қуғыншылар қабақтың мәйітін сол шұңқырға тастап көмген болды. Ақ кісі ішінен жаттаған бір ауыз аятын оқып, ары қарап тұрып, Қаңқабайға көрсетпей бетін сипады. "Әй ақ кісі", деп қалды бағанадан үн-түнсіз байланып қалғандай мелшиіп отырған Ләззат зілдіммен. Аттың айылын тартып жатқан ақ кісі тап құлағының түбінен саңқ кете түскен әйел даусын естігенде жүрегі зырқ етіп жалт бұрылды. Ләззат тап қасына келіпті. Түсі адам шошырлық, бой жасап тұрғандай күшкенген. "Атыңның басын ірке тұр. Қабақпен қоштасып қалайын", деді. Қылмыскерді адамның дұрыс сөзі де шоштады екен. Меңдуана жеген малдай міңірейіп отырған Ләззаттың мына өжет қылығынан ақ кісінің зәресі ұшты. Жынданды ма? Айлы түндегі оған қадалған көзі адамға шабатын арланның көзінен де өткір, қып-қызыл болып жанып, өңменінен өтіп бара жатыр еді. Ақ кісі қасарысқанда Ләззат қолындағы баласын былай лақтырып тастап, алқымынан ала кетуге әзір еді. "Қабақ жоқ қой?" "Жоқ". "Ақымақ болма. Ертең өзің куәгер боласың. Аттың ғой." "Мен атқамын жоқ. Білемін сенің атпайтыныңды." Сенде қабақты ататын. Ләззат ары қарай ләмдемей өзін зорға тежеді. Егер Ләззат адуын шайпау қатын болғанда көмекейіне келіп тіреліп қалған көт қайда дегенді бұрқ еткізіп, қабақтың арқасында кісі болғандығын, 4-5 жасында құлағы шағып, басы ауырып, жанын қоярға жер таппай шырқырап жатқанда енесі, қабақтың шешесі келіп құлағына омырау сүтін тамызып, содан жазылып жаны қалғанын, байдың малын тәркілегенде қабақтың өзінен басқа ешкім мініп түспеген, өздік күрең қасқа жорғасы тиген ақ кісі астына арғымақ ат түскеніне мастанып, ауыл үйдің итін шулатып, ала жаздай өрлі қырлы шапқылап, ақыры көктемде көтерем қылып өлтіріп тынғанын бетін тырнап отырып айтып салатын еді. Жоқ, оның бірі де есіне түспеді. "Қабаққа апаршы", деді. Жаңа ғана беті шала жабылып, үстіне бірнеше жалпақ тас тасталған бейітті Ләззат құша жығылды. Бауырындағы бала да шырылдап жылай бастады. "Қабай, қайтейін Қабай, қаңғырттың ғой. Осылай боларын білдің ғой, қара жерге неге асықтың Қабай?"
Сенің өлген жаныңды мына сұмырайлар тыныш қояды деп ойлайсың ба? Қош бол, кешікпей мен де қасыңа келемін. Ләззат қатты жерден бір уыс топырақты тырмай алып, қабақтың қабырының үстіне сеуіп тұрды да, кенет кері бұрылып қадалып тұрған ақ кісінің бетіне бар пәрменімен шашып кеп жіберді. Өй, мынау қайтеді? Ақ кісі шап беріп Ләззаттың иығынан бір ұстап, дедектете сүйреп апарып атқа мінгізіп, сартаптап байлап, жетектеп жүріп кетті. Қабақтың Майтабан дейтін иті бар еді. Майтабан десе Майтабан, басы қазандай зор төбет, қойға ермейді, ауылдың сенімді күзетшісі. Үнемі төбе басында жатады. Төбет ауылға аттылы жаяулы әлдекім келсе, әуелі Майтабан көреді де, орнынан тұрып, жуан даусымен ауып үріп бірінші болып хабар береді. Майтабан кейбір шолан шошырақ иттерше өзеленіп, шәуілдеп, аттадан болса үзеңгісіне жармасып, ат үстінен жұлып алардай арсылдап жатпайды. Мұндай иттер кейде өз міндетін ұмытып лағып айдалаға кететіндері жиі болады. Ал Майтабан үйтпейді. Қырағы, әрі сақ. Майтабан барда қотан аман. Түн болсын, күн болсын, бесауат адам келгенін естіртсе болды. Бұл міндетін ол бұлжытпай орындайтын бір қазық. Майтабанның ұруымен үйден қолы бос бір кісі шығып келген қонақты қабылдап алады. Майтабан оны да көріп тұрады. Болды дейді де, айналасына біраз қарап тұрады да, созыла керіліп алып қайтадан орнына жайғасады. Қорадан мал кеткесін Майтабан да төбеден түсіп үй іргесін күзететін болған. Сол Майтабан қайдан пайда бола қалғаны белгісіз, қайдан шыға келгені белгісіз, бейіт басына аттанғандарға біраз жерге дейін ерді де, кер айналып, қабырға барып, кәдімгіше көк бөріше айға қарап ұлып алды да, қабақтың бейітін жастанып жата кетті.